Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай? Бүгін мінекей Рамазан айына санаулы ғана сағаттар қалды. Алла бұйыртса мінекей қасиетті Рамазан айы кіріп келеді. Сол себепті 2-3 күн бұрын Рамазан айына осы дайындық жұмыстарын жүргіздім. Үйді әдемілеп тазалық жұмыстарын жасадым. Ең бірінші енемнің анамыздың бөлмесінен бастадым. Жатын бөлмесінен жуылатын киімдерді бөлек, таза киімдерді бөлек, осылай бәрін әдемілеп, реттеп, орнына қойып, шаң тозаңның бәрін сүртіп, шаң сорғыштың көмегімен шаңдарды алып, еденнің барлығын хлормен жуып шықтым. Мына бір құрал өте жақсы, ыңғайлы екен. Бой жетпейтін жерлерге де осылай қуыс-қуысқа, бұрыш-бұрыштарды, шаңдарын алуға өте жақсы көмектеседі. Мынау енемнің шкафы өте ескі және қанша жыл бойы қызмет атқарып келе жатқан шкаф. Осының барлығын шаң тозаңдарын сүрттім. Менің 2 қызым бар, Аллаға шүкір, 2 көмекшім. Екеуін бір жағынан ойнатып, бір жағынан осындай жұмыстарды жүргіздік. Үшеуміздің атқарған жұмысымызды лайк басып бағалап кетіңіздер. Рамазан айына дайындықты қалай бастаймыз, қандай нәрселерді дайындау керек, осы сұрақтардың барлығына жауап ала аласыздар. Осыдан бір апта бұрын мен Рамазан ең кемел ай болсын десеңіз, және де Рамазанға 3 нәрсені дайындаңыз атты 2 видеом шыққан болатын. Сол видеоны жақсылап тыңдап, аудионы жақсылап тыңдап, бір игіліктеріңізге жараса өте қуанышты боламын. Міне менің өте тентек қызым бір жағынан шашып үлгеріп жатыр, мен мына жақтан жинап жатсам. Аллаға шүкір, осылай тазалық жұмыстарын жүргіздік. Мынау біздің балалардың ойнайтын жері және шай ішетін жеріміз. Кейде жер столға осылай шай ішеміз және теледидар көретін жеріміз. Бұл жерлердің бәрінде бұрыштарын бәрін осы бір жақсы аты не екенін де білмейді шынымды айтсам. Люстраны барлығын шаң тозаңдарын алады. Көрпешелердің барлығын жинап, барлық тазалық жұмыстарын жүргізіп алдым. Барлық бөлмелердің есік терезесіне дейін сүртіп, тазалап, осындай бір рахаттанып қалдым ғой. Рамазан айына негізі алдын ала дайындалуымыз керекпіз. Біз қазақтар қонақ күткенді жақсы көреміз ғой. Той болғанда, қонақ күткенде 1 ай, 2 ай бұрын дайындаламыз, список жасаймыз, дастарханға не қоямыз, үйдің бұрыш-бұрыштарын бәрін жинаймыз, қолданбаған ыдыс-аяқтардың бәрін шығарып, қайтадан жуып тазалаймыз. Соның барлығында Рамазан айында дәл солай дайындалуымыз керекпіз. Міне кезекті бөлме бұл зал. Залдың люстрасын барлығын жиып тазалап, орындықтарын бәрін алдын ала жинап, осылай тазалық жұмыстарын жүргіздім. Енді бұл стенкамыз, стеклосын, менің қызымның бой жететін жерлерінің бәрінің шынылардың барлығы өте қатты кір болып қалған. Соның барлығын осылай реттедім. Үйді біткеннен кейін енді осындай ыдыс-аяқтарымды, қазандарымды осы азелиттің көмегімен жуып тазалап алмақшымын. Мұны өздеріңіз көргендей сарғайып кеткенмен де біраз болды. Сондықтан Рамазан айына әдемі, жақсы көңіл күймен, таза ыдыс-аяқтармен қарсаған жақсы көремін. Міне енді мынау результаты. Азелитпен бір жарты сағаттың ішінде осылай барлық ыдыс-аяқтарымды, қазандарымды тазалап алдым. Ас осы қазанда дайындалатын болғандықтан қазанның таза болғаны көңіліме өте қонымды. Одан кейін мына қолданып жүрген шашықтардың барлығын әдемілеп 1 сағат көлемінде қайнатып, үстіне белиза және мен порошок қолдандым. Оның арасында мінекей қызым маған көмекші болып, жәрдемші болып жүр. Бізде Шымкентте күн өте жылы, осындай бақ-бақ гүлдер өсіп жатыр. Соны маған қызым әкеп бергені ғой. Өте сондай гүлге құмар менің қызым. Негізі осындай қазандар далада жуған маған өте ыңғайлы. Шашып, төгіп, молынан жуып, иісі барлығы кетеді. Одан кейін менде осындай А4 форматтағы қағазға Рамазан деп қолмен жазып алдым. Маркердің көмегімен жазып алдым. Менде өкінішке орай компьютер ондай ештеңе жоқ менде. Сондықтан осындай қызыл түсін таңдап алдым. Көзге қанық болып бірден көрінсінші деп барлығын әдемілеп, өте көлемдірек қылып әріптерді жазып алдым. Енді осылардың барлығын ортасынан дәл бөліп, қазір әріптердің барлығын қабырғаға ілетін боламыз.
Бұл дағы жазу «Хош келдің, Рамазан» деген жазу. Бізге одан кейін осындай А4 форматта осындай қағаздарды мен дайындап алдым. Суреттердің барлығын салып алдым. Ал мынау менде обой. Көп обой да қажет емес сізге. Ортасындағы мына 3 мұнара сияқтыны біз осы обойға көшіріп алатын боламыз. Сонда ақ парақтың үстіне осы обойды қоямыз да, ал обойдан дәл осындай тағы да үлкен етіп сызып аламыз, оның үстіне ақ парақтан қоятын боламыз. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Менің тағы да 2 қызым жәрдемшім. Осылармен жылдам жұмыс жасап, уақыттың қалай өткенін байқамай да қаламын. Мына үлкен қайшымен өте ыңғайсыз екен. Осындай кішкене қиындыларды негізі кішкентай қайшымен кешкен дұрыс. Міне менің 2-ші қызым. Менің жәрдемшілерім. Осылай арнайы гүлдер бар жерге орналастырдым. Сосын менде мешіттің схемасымен сызылған әдемі осындай свечам бар. Ол жанады. Соны да әсемдік ретінде мен қолданылдым. Мінекей, енді скотчтардың барлығын алып, 2 беттестіріп, осылай қабырғаға әдемілеп орналастырдым. Мінекей, ең алғашқы «Хош» деген жазуымыз да әдемі болды. Міне енді результаты мұнда кітаптарымыз, мұсылманның 1 жылы деген кітабымыз, күніне 1 дұға, 1 тілек, 1 сүре жаттау мақсатында осындай шығарылған кітап, және адамзаттың асыл тәжі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өмір баян туралы осындай кітап, және намаз сүрелері деген кітап. Діни кітаптар менде негізі өте көп, бірақ әдемісін, жаңасын мен осылай қойып қойдым. Бірақ бұл менде көпке тұрмады. Міне осылай әдемі болып шығады. Көпке тұрмады себебі менің 2 кішкентай қызым бар. Кітапты олар түсінбейді әлі, жыртады. Сондықтан мен қорқып, бұл кітаптарды тек сіздерге осылай видео түсіру үшін ғана осылай қойдым. Кейін мен бұл кітаптардың барлығын жинап алып қойдым. Енді трайфл жасауға көштім. Себебі тәттімен оразаны бастамақшы болдық отбасымызбен бірге, және менің 2 қайынәпкем бар. Осы 2 қайынәпкеме осындай трайфлдың өзі білгенде-ақ менде 3 қана ыдысы қалған екен. Осы 3 отбасыға арнап осындай трайфл жасадым. Менің 2 қайынәпкем бар. Сол кісілерде Алла берсе ораза ұстайды. Сондықтан осы 3 отбасыға арнап трайфлдың осындай коробка ыдысы дәл білгенде-ақ 3 ғана қалған екен. 3 данасы ғана осыған шағындап трайфл жасап, әдемілеп безендіріп, түрлі жемістерді қойып, сол кісілерге сәресіне деп беріп жібермекшімін. Мінекей, менде пергамент қағазы болмады. Әсел пештің домалақ формасына май жағып, осылай дайын болған салмамызды салдым. Менде сливкиді қолдандым. Менде творожный сыр болған жоқ. Егер сіздерде бар болса қолдансаңыздар болады. Сливкиді осылай миксерлеген кезде шашырайды. Сондықтан мен осылай пакет қолданамын. Бұл да бір лайфхак болсын сіздерге. Небәрі 3 минут, 2 минут миксерлесеңіз, осындай қоюлғанып әдемі болып шығады. Мінекей, біздікі кесіп дайын болды. 1-ден 3-ке бөліп алдым, 3 коробкаға бірдей болсын деп. Осыны енді қолымызбен әдемілеп осылай ұнтақтаймыз. Әрі қарай дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Ал енді ганаш жасаймыз. Ганашын мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Өте тәтті, өте дәмді болып шығады. Мінекей, осылай әдемілеп біркелкі етіп жағып аламыз. Менде кремім аз болып қалды, сондықтан біркелкі болып жайылмады. Сол себепті де ганашымыз әдемі болып шықпай қалды. Бірақ бұл ештеңе етпейді. Себебі мен бетіне әртүрлі жеміс жидектерді қоямын. Осылай киви және апельсинді пайдаландым. Барлығын кішірек көлемде кесіп алдым. Себебі үлкен торт емес. Трайфл болғандықтан фруктыларымыз сыймай қалуы мүмкін. Міндетті түрде салфетка қолданамыз, себебі апельсин де,
кивиде өте сулы жеміс болғандықтан шоколадқа су ағып кетеді. Осылай ниет қабыл болсын деген жазу жаздым. Сыймай қала ма деп қорыққан едім, бірақ сыйды. Енді осының бос жерлерін фруктімен әсемдеп шығатын боламыз. Міне дәл осылай барлығын салфеткамен сүртіп, сосын ғана барып орналастыру керек. Сонда су ағып кетпейді. Көп адамдар жаңа жылда үйлерін безендіріп, тәттілер пісіріп жатады. Сондықтан Рамазан айында дәл осылай әдемі көңіл күймен қарсы алайық деп, осылай үйді әсемдеп безендірдім және тәттілер пісірдім. Міне менің құрметтілерім, Алла берса, келер жылы Рамазанда бұдан да әдемі етіп үйді безендіріп сәндеу менің жоспарымда бар. Алла жазса, келесі жылы Рамазанға аман есен бауыр бүтін болып жетуімізді Алла нәсіп етсін. Баршаларыңызға рахмет. Арнама тіркеліп, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.